Алматы қаласында ата-бабасының бірнеше ғасырлық қару-жарақ жасау дәстүрлерін сақтап келе жатқан темірші ұста бар. Таныс болайық. Менің атым Бейбарыс Жетен, мен ұсталық өнерінен кішкентай кезімнен бері таныспын. Бейбарыс Махмутұлы бала кезінен әкесімен бірге темір өңдеп, көне стандарттар бойынша қару-жарақ пен сауыт-сайман жасайды. Дәл осы кәсіппен оның бірнеше атасы айналысқан. Бейбарыстың қолымен жасалған қылыш, айбалта, күрзілері ата-бабамыздың қару-жарағының дәл көшірмесі. Бүгін біз Бейбарыспен бірге оның отбасылық темірші дүкеніне толық экскурсия жасаймыз. Бейбарыс, біз қазір қай жердеміз? Біз ұсталық өнердің ортасындамыз. Бұл жерде 40 жылдай менің әкем өз дүниелерін шығарып келген. Қазір енді соларға көріп, біздің музейге, экскурсияға жүрейік. Музей бар ма мына жерде? Иә, әрине. Кеттік. Бұл менің әкемнің жұмысы. Қалқан дейді. Қалқан. Іші киізбен оралған. Бұл қалқанның ең мықты түрі, салтанатты түрі. Бұл мысалы бір жерге салтанатты бару үшін, өзінің тұлға ретінде, бір жоғарғы бейне ретінде көрсету үшін де арналған. Екені бұл жақта ою-өрнек күмістелінген. Және бұл жерде ювелирный жұмыстар көп мысалы. Мына оюлар. Немен кислотамен шығарасыңдар ма? Жоқ, кислота емес, бұл күміс. Күмісті таптайды. Бұл жерде үлкен өте өнер. Бұл жерде біз ең бірінші мына темірді крес ретінде ұрып шығамыз. Соған үстіне күміс жалатамыз. Күміс оғана кесілген темірге кіретті өмір бақи ұстап қалады. Қазіргі замандық технология мүлдем жоқ. Бұның бастау және бітіру бәрі бұрынғы заманнан келіп жасалған. Мына жеріне көк болып тұр. Бұны қарайтамыз. Қарайтудың әртүрлі түрлері бар. Оны отқа қояды. Отқа қойып, осындай қара көк деген түс шығады. Міне, қалқанның айырмашылығы не десің? Айырмашылығы міне бір қол. Бұл көшпенділерде ең нағыз нәрсе ол бір қолдық болған. Біз еткен атта әскер бізде көп болды ғой, көшпенді болғандықтан. Және де көшпенді әр жерде қорғаныс. Мысалы, сізге ыңғайлы. Жау алдынан келе ме, артынан келе ме, алдынан келсе міне, артынан келсе арт жағынан. Сонда қол ыңғайлы бір қолмен. Ал екі қолдық кішкене қиын. Қимылдатып көріңіз өзіңіз. Мына жерде тұрады, қысып тұрады. Қысып тұрады және де камераға көрсетіп жіберсей, айырмашылығы. Айырмашылығы. Бір несімен, мына жерде екеу. Мынау шоқпар ше мысалы. Шоқпар емес па? Бұл күрзі. Күрзі сырты іші ағаш, сырты мысалы киізбен нетеді, немесе темірмен қапталады. Мынау емшектер. Күрзі өте ыңғайлы қару және өте күшті қарудың бірі. Өйткені бұны ұрып соғу немесе қалқанның өзімен де ұрып соқсан да адам мысалы құлатуға ыңғайлы. Күрзінің мысалы түрлері. Мысалы осыны да алып, бұл да кәдімгідей жұмыс істейтін қару, иә? Иә, мысалы салмағын көріп тұрсаң, салмағы кәдімгідей. Иә. Біреудің басына тисе ешқандай дулға құтқармайтын сияқты. Иә, әрине. Мынау да соған бір түрі, иә? Бұл әдемі түрлерінің бірі. Салтанатты. Салтанатты, күміспен еткен. Бұмен де қаруға жорыққа шығарады, соғысқа барады. Мысалы, бұл емшектері не жасалынған? Емшектер деп аталатын азы екен? Иә. Ол қазақтың сөздері, әр жерде сол. Басқаша атауы жоқ па? Жоқ, басқаша атауы жоқ. Бәрі сол емшектері дейді. Басыма емшекпен ұрды деген сөйтіп айту үшін шығар. Мүмкін. Міне қару, мынаны ұстап көр. Сырты іші ағаш, сырты темірмен қапталған. Мынау ауырырақ екен, кәдімгідей. Бұндайлар сонда сол заманда шамамен қанша тұрған екен бағасы? Былай қарасам бір машинаның бағасы шығатын сияқты ғой мынаның сыртынан. Бұл бір кем дегенде мүмкін бір 2, 3 или 5 жылқыдай болуы мүмкін. Шамамен солай шығып тұр ғой. 3-тен 5-ке дейін. Әрине, мысалы, мынау мен әкем жасаған жұмысы. Сырты міне күмістелген, ішінде бағана айтқандай плюш.
Өйткені қолға сырып кетпеу үшін және қолға мысалы басқа жарақат алмау үшін ішке жасалынған. Бұны бәрі жеңсе дейді, бірақ та бұның нағыз атауы қарпыша. Қарпыша деген. Қолға кигізіліп. Нәтижесінде көріп тұрғанымыздың барлығы әкең және сен жасағансыңдар, иә? Иә, бұл мысалы менің атам деймін, әкемнің үлкен ағасы, және кіші әкесі Айтберген және Тұрсынжан. 300-та қолмен ағайынды болған, 300-та қолмен тегілер. Енді қазір тек қана мен және әкем жұмыс істейміз. Осы алға енді қазіргі заманға байланысты дамытып және жаңа көзқарас болу үшін. Бұл жерде бәрі қарап тұрғандай этнографиялық нақтылық. Бізде реконструкция, қайта өңдеу, қайта жасау нелер қолданылады. Бізде ойдан шығару деген нәрселер жоқ. Сонда мысалы осының барлығын нақты копия қылып жасайтын болсаңдар, оны қай жерден аласыңдар, сол қандай болу керек екенін? Этнографиялық нәрсе, ол мысалы менің әкемнің қазір альбомы бар. Альбом ол кітаптардан жиналған, немесе қазбалардан табылған нәрселерді әкеме алып келеді. Қазір мысалы орталық музейден де қарасаңыздар болады, сол жерден іздейміз. Әртүрлі жерлерден сөйтіп іздеп, тауып, Қазақстанның қазақтікі екенін дәлелдеуге тырысамыз. Тарихи жәдігерге негізделген тура копиясы, иә? Менің әкемде нақты бір осындай қолшоқпар бос мойын деген болған, осы ағаштан жасалған. Бірақ ол ағаштан жасалғанда әкем Третьяковка музейінде сол кезде сол музейге барғанда көрген қазақтардың қарулары ағаштан жасалған. Соны өзі осы жерге келіп өңдеп қайта жасалған. Кәдімгідей үшкірленген ба? Жоқ, біз үшкірленсек, онда не болу керек? Заң бойынша болмайды. Лицензия жасау керек ол үшін. Сол үшін бұл үшкірленмесіңдер, иә? Бірақ нетсе болады, қайраса болады. Кәдімгідей суреттерде көріп жүрем ғой мен. Еще түрлі осындай археологиялық жәдігерлердің кәдімгідей сызбалары соған дәл келіп тұр екен, ою-өрнегіне дейін. Мына жеріне дейін де үшкірленеді, сонда. Мына қалқанның тағы үшінші түрі бізде. Жаңағыдан үлкенірек. Иә, үлкенірек, кішкене. Бұл жақта сиырдың терісі, бұқаның терісі. Тері ме? Құр бұқаның терісіне жасалған. Бұқаның терісіне жасалған және сыртын темірмен қаптаған. Сонда мынау, мысалы, мына жерінде мүлде темір жоқ, тек қана тері, иә? Бұл жақта тек тері. Сонда бұл ең мықты қару, мыналардан да мықты болып кетуі мүмкін. Өйткені бұл ароматизация бар бұл жақта. Бір затпен ұрсақ, мысалы, кері шегінеді. Кері шегінеді. Стоп көр, қазір мәксен. Эксперимент. Кері шегінеді. Қолға сезілмейді, иә? Сезілмейді. Ал оны мысалы садақпен атсауын тез өтпей ма жағына? Садақта ароматизация арқылы ол өтіп кетеді. Бұл жақта өңкей, бұл жерде жасау әдісі өте қызықты. Мысалы бұқаның сосын смоламен қосып бірге жасалады. Кептіреміз, иә, сосын. Қойық, маған негізі ең қызығы болып тұрған бұл жерде мынау сауыт болып тұр. Осыны да өздерің жасағансыңдар ма? Иә, бұл мен әкем жасаған. Нағыз түркілердің несіне? Иә, осы түркі соңғы 16 ғасырға дейін біз пайдаланғанбыз. Бұл торғауыт сауыт деп аталады. Торғауыт сауыт ол жауынгердің, батырдың бүкіл денесін жауып тастайды. Бүкіл денесі ешқай жері ашық емес, және де оқ өтпейді. Оқ өту, өлтіру қиын болады. Бұның салмағы қанша болады шамамен? Салмағы бір 40-30-дан асар. Килограмм ба? Иә, килограмм. Киіп көргенсің бе өзің бұны? Жоқ, бұны мен киіп көрген жоқпын, бұл өте ауыр. Кию үшін батыр мүмкін бізде кішкентай кезінен бастап дайындалады ғой батырларды. Соғысқа, неге жаттығып, сол үшін көтеру үшін салмақты. Бір соғыс қанша минут болуы мүмкін, иә? Бір соғыста батырлар өзі сол 30-дан аса килограмм ұстап соғысады, мысалы. Және қолында қару бар. Қылышы бар, несі бар, өте ауыр. Бүкіл батырларда қасында
мысалы несі болады, қару-жарақ ұстап жүретін адам болады. Рыцарьлар, оруженосец дейді. Оруженосец. Бізде де бар, сол қару-жарақ ұстап жүреді, аты бар өзінің, олар батырларды да қорғайды. Батырлар аман болу керек бір жағынан. Батырлар өлімге де бармау, керісінше батырлар аман болса, ол өзінің жауынгерлер, өзінің астындағы жасақтарды алға итермелейді. Өйткені олардың сөздері бар, олар ораторлар сияқты болады ғой бір жағынан. Олар, мысалы, Тон Көктің несінде, жырында Құлтегін бір соғыста 5 жылқысын атынан айырылған дейді. 5 атынан. Сонда қасындағы жауынгерлер сол аттын беріп отырған. Сонда ол егер жаңағы қолбасшы өзін жаңағы емін-еркін сезініп жүрсе, сол кезде басқа әскер де соған тартылады деген ниетпен, иә? Иә, тартылады ниетпен. Ол және де басында томағап деп аталады. Томағап көрсетейін. Бетіндегі маскасын аталған сол? Бетіндегі маска томағап дейді. Бұл адамның бейнесін көрсетпеу үшін және жаудың үрейін таныту үшін арналған. Бұл бұрынғы сол шамандардан келеді. Шамандар ең бірінші. Олар бақсы нелер өзінің... Сібір шамандарында бар ғой сондай, дәл соған ұқсайтын қалай аталатын еді сол? Білмейді екен, Сібір. Сол Сібір шамандарында қазір Ресейдің құрамындағы солар осындай маскалар болады өздерінен. Соған ұқсайтын. Айтпашы, мұрттары бар ғой? Осы мұрттар көбінесе осы түркілерде кездеседі, осындай маскасында қайқы мұрттар. Себебі бізде мысалы әкесі тірі адам сақалын өсірмейтін да, тек қана мұртын өсіріп осылай қайырып жүретін. Сондықтан балбалдарды қарасақ та, суреттерде түркілер осылай мұртынан қарап біледі. Иә, өте дұрыс. Өйткені мұрт, түркілердің мұрты қайқы мұрт, ол және келбетті көрсету үшін, және де бір образ әр мысалы айтсақ, әр неде өзінің образы болады ғой. Әр халықтың киімі, үлгісі қалай көріну керек дегендей. Мысалы біздің мысалы шашымыз айдар деген шаш, кекіл дегендей. Бұл жерде қарап отырғанда екі мүйіз. Ол мықтылықты білдіреді, күштілікті білдіреді, және де тәңір сенімдерден келінген нәрсе. Шынымен осындай болған бекен. Мысалы қараш, басынан қылыш десе, қылыш былай қарай сырғып түсіп кету керек қой. Наған тақалса онда мүмкін бұл андай жаңағы сен айтқандай салтанатты шығар, осылай парад бір нәрсеге шығатын кезде парад демейді енді. Бұл енді мысалы япондықтардың бас үлгісін қарасақ, ол жерде әртүрлілік неше түрлі шығып тұратындар. Олар шығып тұрады. Ол өзінің лауазымын білдіреді. Мүмкін болатын шығар ондай жағдай, бірақ та енді адам бұл басқа жауға сес көрсетеді. Өзінің қандай екенін көрсетеді, түрін көрсетпейді. Кім келе атқанын, кім неткенін адам білмейді. Негізі мынау былай қарасаң, Алматы пайда болмай жатып осы тұрған үй сияқты. Негізі қанша жыл болды тұрғанына? Бұл үй менің атам осы ауылдан келгенде бір 40 жылдай болып қалды бұл үйге, 50 жылдай болып қалды. Мынау музыкалық аспаптар, мен қазір ойланып жатырмын да. Бізде бүкіл музыкалық аспап негізі қару-жарақтан шықты ғой. Қобыз мысалы, тіпті осының неден формасынан көрініп тұр да, садақтан шыққаны. Сонда қару-жарақ жасайтын адам музыкалық аспаптарды да жасай алатын болғаны ма? Әлде тек қана сіздерде солай ма? Бұл жерде менің әкем Дархан ұсталық деген бар, лауазым, Дархан ұста. Дархан ол бұрынғы үйсіндерден, ғұндардан, тәңірлік ғылымдан қалған. Барлығына қол келеді деген сөз ба? Дархан ұста ол мысалы ұста бүкіл нәрседен жасалады. Ол киізден жасайды, ағаштан, темірден жасайды. Сонда ол Дархан ұсталыққа барады. Ұсталық деген сөз, ол қазіргі келген сөз ғой, ал бұрында темірші деген. Темірші деген Дархан темірші. Темірші ол жоғарғы нәрсе бүкілін жасай. Музыкалық аспаптарды жасай алады, ағаштан жасай алады, әртүрлі мысалы қару-жарақтар жасайды, тағы басқа нәрселер. Бізде ұста етік ұстасы деген де бар. Етік ұстасы тағы әртүрлі зергер деп бөлінеді ғой. Сөйтіп. Ал Дархан ұста ол бәріне қажет. Және Дарханшы ол жоғарғы деңгейге жетеді. Мысалы шамандар бізде шамандар, бақсылар, олар екінші орында.
Ал ұстаға теміршілер олар бірінші орында болады. Өйткені теміршілер қолдан зат келеді теміршілерден. Сол үшін олар бірінші орынға келеді. Бұрынғы шамандардың өзі теміршілерге барып бір затын жасап беру үшін, мысалы, қазір айтады, даңғыра жасап бер дейді. Ол сонда кімге барады? Ұстаға барып, даңғырасын жасатып алады. Ал сол үшін олар биік тұрады. Қолдан бір нәрсе келген биік ұсталықтар биік тұрады. Негізі жалпы түркі елдерінде осы темірші ұста мен бақсы екеуі бір-бірін алмастыратын фигура болады да. Мысалы, көптеген рәсімдерде бақсы емес, темірші өткізеді. Мысалы, жылан қайыс деген естіген шығарсың. Негізі сендерге келіп тұра ма жылан қайыс өткізуге? Бізде қазір кезде жоқ ондай нәрселер. Қазір жоғалып бара жатыр ғой дәстүрлер, иә? Қазір дәстүрлердің көбісі жоғалып бара жатыр. Және де мысалы, ұсталыққа мен өзім келгенде, менің бас бармағымды алып, төске қойып, маған болашаққа және осы ұста болуға әртүрлі рәсімдеріне өттік. Ол кезде от жағып, кәдімгі менің есімде 5-ші немесе 6-ші класста болғанда. Но мен атам жұмысы сау. Оларға қанша жыл болды шамамен? Бір 2 ғасырдай болған шығар деп ойлаймын енді. 2 ғасырдан асқан. Кәдімгідей тарихи жәдігер ғой? Иә. Мынау жаңағы егіншілікке арналған, иә? Жоқ, бұл егіншілік емес, бұл не? Сол бағанағы анау жер қазатынға ұқсайды екен да? Иә, бірақ бағана көрсеткен ені шабат. Құрал ма андай теміршілердің құралы, иә? Теміршілердің құралы шабат. Бұл өте өткір болу керек темірді нету үшін. Ал маған мынау қызық болып тұр, мынау не нәрсе? Жай үйге іліп қоятын, көп үйде көрдім осындайды, ойлаған бір жаңадан шыққан сувенир ма деп. Бұл кесе қап. Бұрынғы көшпенділер өздерінің ыдыс аяқтарын осы ішіне салып, мысалы, әр жерге, мысалы, қыстау, жаздау деген көшіп қонып жүргенге пайдаланған. Өте ыңғайлы зат. Сонда бұның ішінде кәдімгідей қымыз, шай, анау ішетін кеселер болған ба, ыдыс аяқтар? Иә, ыдыс аяқтар болған, ішінде тұрған, және олар сынбау үшін, кірдемеу үшін, осы сыртымен ыңғайлы болушына алып жүруге. Бұл жерде күнсқамеровақ сурет біздің батыр сол кездегі қолында қарап отырсаңыздар айбалта, тура сол айбалта бағана бірер минут бұрын көрген шығарсыздар бізде сол этнографиялық нақтылықта осы дәлел. Айбалтасы тура көшірмесе екен, жаңағы. Вот сол дәлел болады бізде айбалта, бізде қару-жарақтарды болғаны, ұсталғаны. Вот соңғы осы 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырға дейін бізде қару-жарақты, мысалы, пайдаланғанымызды тура дәлелі. Барыс, осы сендер қаншама қару-жарақ, сауытты, кәдімгідей тура көшірмесін жасап жатсыңдар, иә? Соны кім алады? Жалпы ол сувенир емес бір жағынан. Мен ойымша ол арзан зат емес. Негізі кім тапсырыс беріп жатады? Бізде қару-жарақты көбінесе музейлер алады. Музейлерге тек қана этнографиялық нақтылық керек. Бірақ ол арасында ғана болуы мүмкін. Және антиквариаттар болуы мүмкін. Жеке кәсіпкерлер алады өзің, мысалы, жеке өнерге қызығушылығы көп болғандықтан, тарихи қызығушылық көп болғандықтан алады. Ол темірші ұста деген негізі ол ең алғашқы бір кәсіптердің бірі деуге болады, иә? Қазіргі таңда оның актуалдығы бар ма? Қазіргі таңда енді тек қана бір ортаға актуалды болады. Жалпы халыққа актуалды емес деп ойлаймын енді. Өйткені жалпы халық түсінігі кішкене түсінігін толтыру керек сияқты. Біз актуалды болу үшін осы туралы көп айту керек сияқтымыз. Осы туралы нақты не үшін бұл зат осыншама тұру керек, не үшін бұл зат осынша жасау керек қазіргі заманда. Өйткені бүкіл жерде бутафория деген бар, мысалы Арбаттың жұмыстары бар, қайталанып жасай беретін. Неге ол жұмыстар жақсы өтеді? Және де өте арзан бағаға. Халықтың деңгейі қандай? Мысалы, әр жерде әртүрлі ғой. Халықтың деңгейінде қарау керек. Жоғарғы деңгей, жоғары сапа, немесе төменгі деңгей, төменгі сапа. Мысалы, әншілерге де байланысты. Әншілерде әртүрлі болады ғой. Әншілер тойда ән айтады, және де той емес, жоғарғы, мысалы, Димаш Құдайберген сияқты ән айтады. Оның сынауы адамдар бар. Мен бұл жерде жамандап тұрған жоқ, мысалы, тойды ән еститін адамдарға жамандап тұрған жоқ. Өйткені әр адамның өзінің несі болады, бағыты болады.
Сонда сендердікін қымбат сатып алғанша, одан да жай ғана бір сувенир ретінде өтірік жасалғанды арзанға алған дұрыс деп ойлайды. Дұрыс деп қабылдайды, бір жағынан оның үлкен қателігі адамда сувенирлік заттар, мысалы, бұл антиквариаттық заттар. Бұл өмір бақи инвестиция. Бұл инвестиция сіз тек қана жай адамдардан сатып алып жатқан жоқсыз. Біздің жұмыстар көбінесе қазақстандықтар емес, шетелдіктер алады. Америка, Венгрия, немесе Россия. Не үшін олар инвестиция жасайды болашағына. Өйткені бұның затты бізден алады да арзанға. Болашақта құндылығы өсе береді. Әр кезде, әр кез сайын. Өйткені бұл жерде бұл құндылығын тексерсе, ол нақты сол заманның бір тарихи жәдігері қалып қалады. Сонда оның ақшасы өседі, құндылығы өседі. Бұл бір жағынан инвестиция. Если адам кәсіпкер немесе тарихшы адам бұл жұмысын құндылығын білсе, ол бағасына қарамай ала береді. Енді осы біздің заманда темірші, ұста кәсібі жойылып жатыр деп айтуға бола ма? Болашақта жойылып кету қаупі бар ма? Болашақта жойылып кету қаупі бар, өйткені көбісі жұмыс жасай бермейді. Бұл жұмыс әрдайым ақша, или әрдайым, мысалы, адамда, мысалы, қалай айтса болады. Күнде-күнде ақша келетін нәрсе емес. Күнде-күнде ақша келетін нәрсе емес, және ауыр жұмыс істесе болады, өйткені бұл жақта темірдің несін білу керек, оны әрдайым дамыту керек. Бізде бұл өнер қалып қалғаны біздің атамыздан, Омар атамыздан бері қалып қалған. Біз Омар атамыздан, мысалы, қазақтарда ол құпия, атадан балаға келген аманат. Сол бір құпияны олар темірді қалай өңдеу, темірді қалай таптау, сол құпияны баласына береді. Баласы оны алып, дамытып, оны екінші өзінің немересіне арқарай кете береді. Сонда бұл жақта заңдылық ол атадан балаға қалған бір аманат ретінде қалып қалады. Бұны, мысалы, қазір мен соңғы десе мен балаларыма мен айтамаймын нақты, мен балаларым жұмыс жасайды деп, ұсталық өнерде. Өйткені мен оған онша, мысалы, сені кіріп жатқан жоқпын да, өйткені заман өсіп жатыр, қазір технология өсіп жатыр, өзгеріп жатыр бәрі. Және ескі нәрсе қалып жатыр. Соның ең бір қиыншылықты қазіргі заман. Бірақ енді оны сақтау керек деген ой бар ма? Мысалы, ол біздің үлкен мәдени осындай мұрамыз, қаншама ғасырдан бері келе жатқан. Өзің қалай ойлайсың, оны сақтау керек деген ой бар ма сенде? Бұл әрине, бұл сақтау бұл бір қазақтың образы болып қалады. Бізде қазақ қандай болған? Біз қандай болғанбыз? Бұл бізде образ, бұл тарих. Бір заттың өзі ол тарих болып қалады. Мысалы, қазір қазбаларда, археолог қазбаларда бір зат тауып, құмыраны тапса да, ол қай кезеңге келді, оның оюлары қандай. Олар қазіргі тарихшылар, этнографы, олар нақты анықтап алады, қай заман, қай ғасыр, не үшін бұндай ою өрнек, және де бүкіл сол кезеңдегі не болып жатқан жағдайларға байланысты, мысалы, бір тарихты айтып беру мүмкін, бір құмыраның өзі. Бұл жерде қарап отырғандай біз жандандырып жатырмыз ғой бұрынғы заттарды. Жандандырғанда сендер кәдімгідей соны жалғастырып келе жатсыңдар. Жалғастырып келе жатырмыз. Және де бұл біз жасап жатқан нәрсе ол тарих бір жағынан. Ол біз кім екенімізді айтады. Біз қандай болдық? Біз қолмен соғыстық па? Қазіргі әртүрлі деректер болады ғой. Интернетте, инстаграмдарда, мысалы, адамдар өз ойынан шығарады. Қазақтар қандай болды екен. Заттар, мысалы, жасап жатқан заттар, ол ойдан жоққа шығарады. Өйткені бізде қылыш болды, бізде семсер болды, бізде мұндай қару болды. Не үшін бұндай қару болды? Өйткені біз көшпенділерміз. Бізде, мысалы, Европаға қарағанда жеңіл қарулар болды. Өйткені біз көшпенділіктер көшіп қонып жүреді, сондықтан жеңіл жасайды. Сол жағынан өте көп көмектеседі. Тарихшыларға, халыққа, қарапайым халыққа кім екенімізді көрсете аламыз. Және де бүкіл елдерге.